Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Еркош, және де достар, сіздерге үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Біздің каналымызда уже 700 подписчиктен астам адам жиналыпты. Сіздерге үлкен рахмет. Егер 1000 подписчиктен асақ, сіздерге бір керемет тосын сый дайындап тұрмын. Әзірше айтпаймын. Ал бүгінгі видеода мен қалай сіздерге 5 минуттың ішінде 3000 теңге табуға болады, соны көрсететін боламын. Егер сіздерге видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыздар, және де арнамызға тіркеліңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Мінекей достар, бізге осындай Nuviti деген сайт керек болады. Бұл сайттың мошенниктері көп болады. Описаниядағы ссылкаға өтіңіздер, пополнитті басып 100 рубль салыңыздар. Кем дегенде 100 рубль салыңыздар. Одан кейін сіздерде окуп көп болады. Мен қазір ойнап жатырмын. Қазір осылай. Тура менікіндей жасаңыздар. Сонда білмеймін, мен бүгін қанша ақша жинайтынымды білмей тұрмын. Так. Міне 152 рубль уже. Әрбір жеңілген сайын көтеріп отырамыз. Неғұрлым процент аз болса, сонша ақша көп болады, бірақ жеңудің мүмкіндігіміз аз болады. Так, қазір мен 10% ойнап жатырмын, 1 рубльға. Сливать етіп жатыр, өйткені 10%. Білмей тұрмын, не істерімді. Берді. Так. Ақырындап көтере береміз ғой, деймін, әйтпесе. Білмеймін, жеңіп қалуымыз әбден мүмкін. Так. Саған достар. Мен түсіндім, саған не істеу керек екен. Так, болды, алын жасау керек бізге. Так, тағы да алын. Сіздер бұны жасамаңыздар, алын деген бүкіл ақшаны қою қауіпті болуы мүмкін ол. Так, қорқып тұрмын. 188 рубль. Өте керемет. Так, енді бөлмей тұрмын. Фармит ету керек па? 202 рубль, 204. 200 рубль жасап алдық 100 рубльдан. Так. Білмеймін, 300 рубльге дейін жасаймыз ғой деймін. Әлде одан көп па, білмеймін. Так, осылай. 33% маған көп беретін бұрындар, қазір білмеймін. Қанша беретінін. Так. Бермей жатыр. Тфуй, қараша. Так. Осылай. Алын жасау керек еді. Так. Бермей қалды. Алын 290. Так, дұрыс болды. Так, фармит ету керек бір нәрсе қылдырып. Так, 300 рубльға жақындап қалдық өзі. Так, білмеймін, достар, алын жасау керек па, мен түсінбей тұрмын бар ғой. Так, 400 рубль напросто жасадық. Так, білмеймін, фармит етіп жатырмын. 400 рубль өте көп қой. 100 рубльдан 400 рубль жасадық. Сіздерде описаниядағы ссылкаға өтіп, осы 100 рубль салыңыздар. Енді соны көп болады. Бірақ ал енді көп жасамаңыз, әйтпесе бітті. Так. Давай бер. Жеңілген сайын сумманы көтеріп отырамыз, 30 рубльға шейін. Әрине, егер сіздерде 100 рубль болса, яғни достар, алын жасамаңыздар, өте қауіпті, бас қақпайды, короче.